Мынадай тенденция бар. Елдің дені баланың тілі шығып, балабақшаға барғаннан бастап оған репетитор жалдайды. Түрлі интеллектуалдық курстарға береді. Алыс жақын үйірмелерден қалдырмауға тырысады. Жаз демей, қыс демей оқытады. Осылайша баласының талантын ұштап, дарынды болуына жағдай жасайды. Талантты оқушылар мектепте көзге түседі. Талантын паш етіп, елді табындырады. Қалалық, республикалық олимпиадаларды жеңіп, түрлі жарыстардан марапат пен медальдарды үйіп тастайды. Логотерапия мұндай адамды потенциалист дейді. Виктор Франкл потенциалистерді қатты сынаған. Сұрақ мынау: неге Франкл потенциализмді сынап жатыр? Шексіз талант иесі, дарынды баланың қоғамға несі зиян? Баланың бойында жасырулы жатқан мол потенциалдың жарыққа шығуы қоғамға пайдалы емес пе? Оның үстіне модерн мотиваторлар талант барлық мүмкіндікті жүзеге асыруы тиіс демей ме? Сіз не дейсіз? Жауап: потенциализм дегеніміз не? Алдымен осы сұраққа жауап берейік. Потенциализм күш-қуат, энергияны тасыту деген сөз. Бұл энергия қайдан шықты? Ол рухани болмыстан шықты. Болмыстың энергиясы өте көп, тауысу мүмкін емес. Логотерапия сұрақты былай қояды: сонда бұл түпсіз, шексіз энергия адамға не үшін дарыды? Адамдық борышын өтеу үшін дарыды. Яғни, соңғы демі үзілгенше кейінгі ұрпаққа өнеге болар ғибратты із қалдыру үшін адамға энергия берілген. Бірақ потенциалист мұны ескермейді. Игілікті істі кие тұтып, төбесіне тұтпайды. Шексіз таланттың иесі бола тұра, адамдық борышын арқалауға асықпайды. Адам алдында, қоғам алдында қандай міндетім бар деп толғанбайды. Әділдік, теңдік сияқты әлеуметтік мәселелер көтерілгенде жұмған аузын ашпайды. Яғни олармен барлық тақырыпты әңгіме қылып тізе қосуға болады, бірақ ең маңызды дүние адамдық борыш шет қалады. Басты адами міндетін арқаламағанда, пенде шіркін бойындағы энергиясын түкке тұрмайтын нәрсеге шашады. Сол сәтте елді ақ дегізіп аузына қаратқанымен, арада уақыт өте келе жұрттың жадынан өшіп кетеді. Потенциализмнің екінші зияны мынада: адамның шешім қабылдайтын міндетін жойып жібереді. Мысалы, талантты оқушылар мектепте көзге түсуді армандайды, талантын паш етіп, елді табындырады. Бірақ соңғы нәтижесі сиыр құйымшықтанып кетеді. Олар мектепте үш алудан өлердей қорқады. Мектеп қабырғасында атақ абыройға бөленген сайын адами міндетті жақсы атқарып жатқан сияқты алданып қалады. Бірақ ондай типтер өсе келе жоқтыққа сіңіп жоғалады. Мысалы, бір заманда аты шығып, келе-келе ізім қайым жоғалған вундеркиндтер сияқты. Енді өмірден мысал келтірейік. Бір таныс ағамыздың үлкен қызы өте талантты болды. Шешесі оның дарынын ерте байқап, оған қатты көңіл бөлді. Үйірмелерден қалдырмай өзі апарып жүрді. Анасының еңбегі еш кеткен жоқ, жемісін берді. Қызы мектепте үздік оқушы атанды. Қазақ тілі, әдебиет, математика, физика, химия, тағы бірнеше пәндерден жүйрік болып, олимпиадалардан бірінші орын алып жүрді. Назарбаев зияткерлік мектебіне түсті. Әке-шешесі ғана емес, туған туыс пен тамыр таныстары да қыздың жетістіктеріне сүйсініп, қуанып жатты. Құдай берген қуатымен жолындағыны жапырып келе жатқан әлгі қыз кенет күрт тоқтады. Жасы 14-тен асқан соң ештеңеге қызықпайтын күйге ауысты. Шешесі қызына не болғанын түсінбей басы қатты. Есейген қызды күштеп оқыта алмады. Сонымен қателік қайдан кетті? Кінәрат неден? Негізінде бұл проблема мынадан шықты. Шешесі қызының Құдай берген таланты мен дарынын келсін келмесін жұмсап сарп қылды. Қайсысты қолға алсақ маңызды? Неге басымдық берсек қоғамға пайдалы деген сұрақтар ата-ана мен баланың арасында бір ретте болсын талқыланбаған. Соның кесірінен қыздың дұрыс таңдау жасадым ба, талантымды дұрыс нәрсеге бұрдым ба деген адамға тән алабұртқан сезімі жоғалған. Бұл сезім өшкенде адам жоқтыққа сіңеді. Қазір көп ата-ана баласын потенциализмге өздері байлап берді. Мән таппасаң таппа, бірақ мал тап деп оқытып жатыр. Сөздің түйіні мынау: психикалық ауытқуы жоқ, жүйкесі сап-сау, жаны таза адамды адамдық борышымды дұрыс өтеп жүрмін бе деген сұрақ үнемі мазалауы тиіс. Адамдық борышын арқалаған азамат ата-анасына да, үш жұртына да, еліне де, жалпы адамзатқа пайдалы тұлғаға айналады.